Оқушылар, бүгінгі информатика сабағын бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын ортаға келіп, амандасып, шаттықпен келе қалыңдар. Тұрағандар, жылдан тұра қалыңдар, аралап тұрағандар. Бір-біріңдерін қолдарынан ұстағандар. Жақсы. Бүгінгі сабағымызға сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабағында жақсылаймыз. Бүгінгі сабағында бүкіл әлем әлемдегі барлық Жақсы. Өте жақсы, рахмет балалар. Енді барлықтарға бүгінгі күнімізге сәттілік тілеп, сабағымызды жақсы өткізейік. Жақсы балалар. Енді мына жерде бізде суреттер жатыр. Осы суреттер бойынша практикалар жатыр. Келтірген бір суретті алдындағы топқа бөліп отырғанда топқа бөлінеміз. Алған балалар жылдамдықтан кетіп қалып, жылдамдықтан орнымызға отыра қаламыз. Суреттер бойынша отырамыз, суреттерді көріп жүрсіңдер, бұндай суреттер бізге күнделікті өмірде көріп жүрсіңдер. Компьютер пайдаланғанда сіздер ол суреттермен жұмыс істеп жүрміз, көріп жүрміз. Кітаптардың алдындағы жылдамдықтан топқа бөлініп отырғандар. Дәл ол суреттер туралы алдыңғы сабағымыздың барысында айтамыз. Жақсы, балалар. Суреттеріміз алдарымызға қойып қоямыз. Жақсы. Балалар, енді тақтаға қарайықшы, не көріп тұрмыз? Асықтар көріп тұрмыз, аға. Асықтар туралы білеміз ба? Асық туралы білеміз ба? Кім айтады? Ол қазақтың ежелден келе жатқан ұлттық ойыны. Асық қойдың сирағындағы жіліктің башағындағы болат сүйектен жасалады. Дұрыс айтады, сүйектен жасалынады. Қойдың асықты жілік деген сүйегінің басынан алынады екен, аға. Оны біздің ұлттық ойынымыз ертеде біздің ата-бабаларымыз осы асықпен ойнаған. Компьютер не жоқ уақытта, біз сотка жоқ уақытта осы асықтарды пайдаланып ойнаған асықтар. Асық ол алғырлыққа, ширақтыққа, адамды жаңағы ширатып, алғырлыққа тәрбиелейді екен. Отыра ғой, рахмет. Енді осы асықты асық арқылы, балалар, біз асық арқылы, біз бүгін өткен тақырыбымызды пысықтап алайық. Өткен сабақта қандай тақырып өттік? Кім айтады? Айтады, Қандай қауіп-қатері бар? Интернетте жұмыс істеудің қандай қауіп-қатері бар деген тақырыпты өткен болатынбыз. Интернет туралы өткен болатынбыз, браузерлер туралы өткен болатынбыз. Интернеттің зиянды жақтары және пайдалы жақтары туралы біз өткен болатынбыз. Екінші мына жерде сендерге мына жерде асықтардың астына сұрақтар жасырынған. Осы асықтардың астына жасырынған сұрақтарды келіп, мына жерде асықты айналдыру арқылы ала қойыңдар. Мына топта 5 сұрақ, мына топқа 5 сұрақ берілген. Келіп, қай топ басаймыз? Бастай ғой. Бастай ғой. Сұрағымды оқи ғой. Интернеттің зиянды жақтары деген сұрақ келіп тұр. Интернетте зиянды жақтары ол интернетте бір вирустар шығып қалуы мүмкін. Біз оны білмей жазып алуымыз мүмкін. Жазып алсақ, біздің интернетімізде вирустар қаптап кетеді. Кім не қосады, балалар? Рахмет, разылық қоя ғой. Кім не қосады? Ол интернетте өз жасына сай емес, зиянды мәліметтер болуы мүмкін. Дұрыс айтады, интернетте өз жасымызға сай мәліметтерді алуымыз керек. Басқа елдерге кірмеуіміз керек, сайттарға керек емес. Жақсы, болады. Келе ғой.
Ажаттың жақсы уақытысы цифрлық ақпарат тасымалдаушылары түрлері. цифрлы ақпарат тасымаушылардың түрлері дейді. Флешка, иілгіш магниттік диск, қаптама магниттік диск. Қатқыл диск, флеш карталар жатады, сосын Иілгіш дисклар жатады. Өте жақсы дұрыс сұрақ ғой. Келесі сұрақ. Келе ғой. Жақсы уақытты. интернеттен ақпаратты көшіру. Интернеттен ақпарат көшіру. Интернетте басқа Заңды ма, заңсыз ба балалар? заңсыз Заңсыз интернеттен өзің ақпаратты заңсыз көшіруге болмайды екен. Отыра қой. Мына жақтан. Келе ғой аяр. Келе ғой. Сендерде ана жақта 3 сұрақ қалды, мында аяқ төртінші сұрақ. интернеттің пайдалы жақтары. Интернеттің пайдалы жақтары ол интернеттен әртүрлі қызықты мәліметтер білуге болады. Тағы не қосуға болады? Интернетте тек қана қызықты мәліметтер ғана қараймыз ба? Қоса ғой. Интернетте жұмыс істеуге болады. Өзіне керекті ақпараттарды тауып, сонымен жұмыс істеуге болады. Жақсы, керекті ақпараттарды алуға болады. Тағы не болады? Кітап оқуға болады. Интернеттің пайдалы жақтары өте көп. Балалар, интернеттің пайдалы жағы көп. Жақсы, бекарыс келе ғой. Аламын. Атады, мен асты айналды. Тұрдан. Жақсы. Жақсы жоқ біз айналды. Қайтасында сүйінші. Қандай көрді? Ала ғой. Тұрдан. Былай қарады. Интернет дегеніміз не дейді? Интернет дегеніміз не? Интернет дегеніміз ол бір адамның бір-бірімен сөйлескендері. Бүкіл әлемдік жүйе тұтынушылардың бір-бірімен интернетте байланысатын бүкіл әлемдік жүйе деп айтуға болады. Браузер түрлері дейді. Қандай браузер түрлері бар? Google Chrome, Яндекс, Opera бар. Үшеуін айта ғой дейін. Қосатындарың бар ма? Microsoft Edge, Microsoft Edge, Mozilla. Жақсы, отыра ғой. Қартым шығады, Марisa шыға ғой. Қалды, көп қалды. интернет жұмыс істегенде ескеретін қауіпсіздік ережелері. Интернетте байланысқанда абай болу керек. Қандай қауіпсіздік ережелері бар еді бізде? Тез түрде жазғанбыз. Абай болу керек. Және де сенімді болу керек. сенімді болу керек. Жауапкершілік болу керек. Қосатындарың бар ма? Ақжаттың? Бұзуға ешқандай әрекет жасамау керек. Және де жауапкершілік. Сен интернетке жазған нелерді бүкіл оқи алады. Интернетте отырған кезде жауапкершілікпен отыру керек. Және де сайттарды аша бермеу керек біз айтады. Және де әлеуметтік желілерге кіргенде өте абай болу керек. Жақсы, әрі қарай тағы бір жылдан келеміз. Келеміз, нұршыдан бол. Жылдан айқын ұстайық. Өткен сабақты.
Ала бер. Келin. Ала bер. Браузер қызметі. Браузердің жаңа түрлерін айтқанбыз, енді браузердің қызметі. Браузердің қызметі Браузер қызметі. оның ішінде әрқайсы вирустар мен антивирустар бар. Жақсы, жақсы. Қосатындар кім қосады? Кімді анықтап айтады? Айарып айта ғой. Отыра ғой. İnternet ресурстары арасындағы қарым-қатынас байланысы. Дұрыс айтады. Интернет ресурстары арасындағы қарым-қатынас байланысы. Ол парақтап қарау деген ағылшын сөзден естеген аударылған. Парақтау дегенді білдіреді. Қарау деген мағынаны білдіреді дегенді біз. Жақсы, бір соңғы сұрақ, екі сұрақ қалды. Кім келе ғой, қарайды. Көпті. Жақсы. Авторлық құқық түрлері. Авторлық құқық түрлері мүліктік құқық және жеке құқық. Дұрыс айтады. Мүліктік құқық деген бар, авторлық құқыққа және жеке құқықтар бар. Жақсы, отыра ғой. Соңғы сұрақ. Ана жақта кім келе ғой. Соңғы сұрақ қалады. Плагиат дегенді қалай түсінесіз? Плагиат деген вирустар болады және компьютерға жойылады. Плагиат дегенді қалай түсінеміз? Өзге адамның жұмысын рұқсатсыз алуды, көшіріп, рұқсатсыз иемденіп алуды біз плагиат деп айтамыз. Заңсыз әрекетке баруымызды. Егер де керек болып жатса, оның тіркемесін көрсетуіміз керек, авторды көрсетуіміз керек. Алған жағдайдағы біреудің ақпарат іздеген кезде аламыз ғой мәлімет, сонда автордың аты жөнін көрсетуіміз керек. Жақсы, біз үй тапсырмасын өткен сабақта пысықтадық. Енді балалар жақсы тақтаға қараңдар, және де жаңағы топқа бөлінген кездегі суреттеріне қараңдар. Топқа бөлінгендегі суреттерге және суреттерге экранға қараңдар. Не көріп тұрсыңдар балалар? Бұл жақта компьютерлік вирустарды көріп тұрмыз, аға. Мына жақта антивирустардың суреттерін көріп тұрмыз. Яғни өздерінің үйлеріндегі компьютерлерінде, жұмыстағы компьютерлерінде бар ма осындай суреттер? Бар, антивирустың суреттері бар. Сонда мынау вирус дегеніміз компьютерді құртатып, яғып оны емдейтін антивирустар. Қай топқа антивирус түсті, қай топқа вирус түсті кәмі? Мұн жақ топ, мұнда вирус тобы боласыңдар сендер. Мұна жақ топ антивирус боласыңдар. Компьютерға түскен антивирусты емдейтін топ боласыңдар. Және де бүгінгі сабағымызды жаңа сұрақтар балалар. Сұрақтарға жауап беріп жатырмыз ғой. Бір топ басшысын, өздерінің орталарына топ басшысын сайлаңдар. Мына жақтан Ерасыл. Жазып отырасың. Қазір сұрақтарда мұн жақтан Айару жазып отырсың. Өз топтарының атын, балалардың аты жөнін жазасындағы берілген тапсырмаға жаңағы. Сосын мынау. Не көріп тұрсыңдар? Домбыра қазір өздеріне қаратып берем. Оны өздерін жауап бердіңдер ғой жаңа. Соны бағалайсыңдар. Домбырада мына жерде бағалау шкаласы тұр. Осымен неше сұраққа жауап берді, соған бағалап отырасыңдар. Жаңа сұрақтарды есептейміз. Міндетті түрде бір балдан беріп отырыңдар, қосып. Тақтаға шыққандарын орындарынан тұр. Осы жерде отырғандарды ғана жазасың. Сосын мұнаны ең артында мен сендерден аламын, бұны жинап аламын. Сосын түсінікті ғой, жылжытып отырасыңдар. Жақсы. Енді бүгінгі өтетін тақырыбымыз балалар, біздің тақырыбымыз
компьютердегі деректерді қалай қорғауға болады деген тақырып дәптерімізді аламыздағы бүгінгі күнді жазып дәптерімізге жазып қоямыз. Балалар, қазір біз бүгінгі өтетін тақырыпты жасанды интеллектімен жасалынған Flickr деген жасанды интеллектінің қолданылып, қазір сабақтан үзінді түсіндіріп өтеді. Тыңдаймыз барлығымыз. Оқушылар, бүгін біз сіздермен бірге компьютерлердегі деректерді қалай қорғауға болады деген тақырыпты қарастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты құжатқа пароль қоюды үйрену. Біз ақпаратты қорғау деген не екенін, вирустардан қалай қорғанымыз керектігін, антивирустық программалардың не екенін және құжаттарымызды қалай сақтау керектігін білетін боламыз. Ақпаратты қорғау дегеніміз біздің деректерімізді рұқсатсыз таратудан, жоюдан және көшіруден сақтау. Бұл өте маңызды, себебі біздің жеке ақпаратымызды және жұмысымызды қорғауға көмектеседі. Ақпаратты қорғау шараларына компьютерді қорғау, құжаттарды вирустан қорғау, қауіпсіз парольдар орнатуды жатқызуға болады. Компьютерімізді вирустан қалай қорғаймыз? Яғни вирустардың не екенін және олардың компьютерге қалай зиян келтіретінін қарастырамыз. Вирус бұл компьютерге зиян келтіретін программа. Вирустар жылдам тарайды әрі тез көбейеді. Кейбір программалар жұмыс істемей қалады. Экранға әдеттегіден түспеген мәліметтер, суреттер, символдар шығады. Компьютеріміздің жылдамдығы баяулайды. Көптеген файлдар ашылмайды, бүлінгені байқалады. Антивирустық программалар компьютерді вирустардан қорғайтын арнайы бағдарламалар. Олар вирустарды тауып, жояды және компьютердің жұмысын жақсартады. Компьютерлік вирустардың ең көп таралу көзі интернет, сондықтан интернетке кірмес бұрын сақтану шараларын қолға алу қажет. Вирустан сақтану үшін компьютерге антивирустық программа орнатылды. Олар вирустарды тауып, жояды және компьютердің жұмысын жақсартады. Компьютерді бөлге адамдардың пайдалануынан қалай қорғауға болады? Компьютердегі ақпаратты қорғау үшін оған құпия сөз орнатылады. Құпия сөз ақпараттарды қорғауға арналған жазылған сөз немесе таңбалар жиыны. Құпия сөз ақпаратты рұқсатсыз кіруден сақтау үшін қолданылады. Бұл слайдта біз құжатқа пароль қалай қою керектігін қадам бойынша үйренеміз. Пароль құжатты рұқсатсыз кіруден қорғайтын құпия сөз. Парольді дұрыс таңдау өте маңызды. Ол күрделі және оңай еске сақталуы керек. Бұл слайдта біз парольді қалай өзгертуге, немесе ұмытып қалған жағдайда қалай қалпына келтіруге болатынын үйренеміз. Есіңізде болсын, ақпаратты қорғау бұл әрқашан маңызды. Компьютердегі деректерді қорғау үшін әрқашан антивирустық программаларды қолданыңыз және құжаттарға пароль қойыңыз. Жасанды интеллектінің бүгінгі ақпаратты, компьютердегі ақпарат деректерімізді, ақпараттарымызды қалай қорғауға болатынын тақырыбымызды түсіндірді. Яғни ақпаратты қорғау дегеніміз жаңа айтқандай, ақпаратты рұқсатсыз пайдаланудан, ақпараттың өшіріліп қалуынан жүргізілетін, компьютерде жүргізілетін шараларды біз ақпаратты қорғау дейміз. Яғни компьютерімізге вирустар түскен кезде компьютеріміз істемей қалады. Қандай вирустар түскенде компьютеріміз істемей қаладағы бүкіл ішіндегі файлдарымыз, ақпараттарымыздың барлығы ашылмай қалады. Керек кезінде ашылмай қалады. Ол үшін не істеу керек деді бізге жаңа? Құпия компьютерге құпия сөз қою керек. Яғни ясы пароль қою керек компьютерге, бөгде адамдардың кірмеуінен және де жаңағындай керек ақпараттарымызды жоғалтып алмас үшін компьютерімізде пароль орнату керек.
Және де керек құжаттарымызға да пароль орнату керек екен. Компьютеріміздегі файлдардың көбісіне жаңағы пароль орнатып қойса, өзімізге сенімді болады екенбіз. Яғни біздің бүгінгі сабағымызда құжаттарға, компьютердегі құжатқа пароль, яғни құпия сөз орнату. Компьютерді бөгде адамдар пайдаланудан қалай қорғауға болады дейді. Ол үшін пароль орнату керек. Құпия сөз. Яғни құпия сөз дегеніміз жасырын сөздерден тұрады, немесе таңбалардың жиынтығынан тұрады. Яғни ол ақпаратты рұқсатсыз кіріп алудан қорғайды екенбізді. Енді пароль орнату үшін, компьютерге пароль орнату үшін пусқа басамыз, басқару тақтасына басамыз, панель управления, қолданушылардың тіркеу жазбасы дейді, учетный записи дейді, сосын пароль орнату дейді, яғни құпия сөз орнатуды басады екенбіз. Келесі слайд. Яғни бұл компьютерге пароль орнатқан кезде. Енді компьютерге пароль орнатқан кезде, құпия сөз орнатқан кезде, ол құпия сөзімізді біз есімізде жақсы сақтауымыз керек, ұмытып қалмауымыз керек, оны бір жерге жазып сақтап қоюымыз керек. Егер де ұмытып қалған жағдайда компьютерімізді ашып жұмыс істей алмай қаламыз. Сондықтан ол құпия сөз 10-нан астам символдардан болғаны дұрыс. Және бір ғана бірдей сандардан немесе бірдей әріптерден болмай, әріптермен қатар сандарды да қолданған дұрыс дейді. Құпия сөзге өздері туралы мәліметтерді енгізбеген жөн дейді. Және бас әріптерде, кіші әріптерде қолданған дұрыс дейді. Енді компьютердегі құжатқа, компьютерден бөлек, компьютердегі құжатқа да біз пароль орнатып қоюымызға болады. Оның орнату жолдары міне. Құжатқа пароль орнату үшін файлға, сол ашық тұрған файлымызға кіреміз. Одан мағлұмат деген, сведения деген бөлімге өтеміз. Құжаттарды қорғау деген батырманы басамыз. Одан кейін парольмен шифрлау деген команданы орындаймыз. Команданы орындаған кезде бізге мынандай сөйлесу, яғни диалогтық терезе дейміз. Осындай терезе ашылады, біз паролімізді жазамыз. Оны жаңа айтып тұрғандай, өзіміз ұмытпайтын сандармен, символдармен жазамыз. Оны подтвердить дейді, яғни соны растауды басамыз, сосын окей дейміз. Яғни біздің құжатымызды ешкім аша алмайды. Яғни біз егер өзіміз қайтадан оның паролін алып тастау керек болса, қайтадан файлға кіріп, сведенияға кіріп, құжатты қорғау деген жерден парольді алып тастауымызға болады. Енді, яғни біздің бүгінгі мақсатымыз құжаттарға пароль қою. Яғни мына жерде тағы да сендерге айтып кетеді балалар. Сенімді пароль құрастырудың 5 ережесі, ұзындығы 8 таңбадан кем болмау керек, бос орындар пайдаланбау керек, пароль қойып жатқанда, латын әріптерінен басқа әріптер қолданбау керек, яғни қабылдамайды. Парольді бас әріптер, кіші әріптер, сандарды қолданылады, және арнайы мына таңбалар қолданылады екен. Арнайы таңбалар қолданылады. Көп таңбалар қолданыла бермейді. Енді балалар, сендерге тапсырма. Мына жерде топтық тапсырма беріліп тұр. Топтық тапсырмада мына жерде қазір топтықтар өздерің ақылдасасыңдар. Мына жерде сенім, мына жерде парольдар жазылған. Одан кейін мына жақта сенімді емес, сенімді, өте сенімді дейді. Яғни құпия сөздердің нақты екенін дәлелдеуіміз керек. Енді келіп, өздерің ақылдасыңдар, мына жерде жаңа сабақта түсіндіріп өткенде мен айттым, қандай парольдарды. Парольдар қандай болу керек? Сенімді пароль дегеніміз қандай пароль? Өте сенімді дегеніміз қандай пароль? Және сенімді емес дегенге жатады. Жаңа біз айттық, 8-10 символдан тұру керек деді. Бас әріптермен
kişilikler aralaşıp duru gerek dedik. Sanlar aralaşıp gerek, yani simbollar aralaşıp gerek dedik. Buna zaten kim çıkar? Bir alışım asla çıkar koy. Bu kayıtsız oradan gerek sonunda. Senin demesiydi. Yok, vay bir tek isimleri olsa, tek isimleri olsa. Ne kabul? Senin demesiydi. Dürüst. Otura koy. Onu da koyabilirse koyalım. Onu da senin demes. Ders koyalım. Dürüst. Babalar kesindir mi? Kesindir mi? Ha? Dürüst mü? Senin demes mi? A, B, S'dir. Kichkentay harfli senin demes mi? Senin deme. Senin demesiydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 degan sonlar birinqay sonlar bo'lsa, onda qanday senin de emas. Yaxshi naqatardan chiqara qo'y, kim chiqar? Chiqara qo'y. O'te senimdi deydi, o'tira qo'y. O'te senimdi kelsemiz babalar. O'te senimdi. Ne qalay kelsesizlar? Өйткені ана жерде 10 Ya'ni bu yerga qanday harflar simbollar tanbalardir. Yaxshi. Ballarni qo'yib o'tiringlar ballar. Yaxshi chiqar qo'y. O'te senimdi deydi. O'te senimdi deydi. Kelsesizlarmi ballar? Өйткені ана жерде бәрі бірыңғай қатармен орналасқан. Жарайды. Kelsesizlarmi? Kelісіп тұрсыңдар ма bu жерге de? Men kelіспей тұрмын bu жерге. Bu жерде таңба жоқ болыптыр. Бұл сенімді Сенімдіге жатады дейді. Сенімдіге жатады дейді. Жақсы, отыра ғой. Бағаларды қойып отырыңдар, шыға ғой. Шығыла. Қайсысы? Айта ғой. Сенімді дейді. Келісеміз бе балалар? Себебі символдар қойылмағандықта оны сенімдіге жатқызып отыр. Нұрислам шыға ғой. Екеу қалды. Біреу ғана қалды. Өте сенімдіге апаруымыз керек. Ол жерде артында символы бар бізге. Өйткені бұл жерде сандар қосылып тұр, және үлкен бас әріптер, және кіші әріптер, және мына жерде артында көрінбей тұр. Міне. Яғни ертір таңба тұр екен. Яғни оны біз өте сенімді дейміз. Өйткені барлық нелер қолдарды, кіші әріпті, үлкен әріпті, сандар барлық көрінді. Мынаны біз жай сенімді дей саламыз, ал мынаны сенімсізге жатқызамыз. Мына парольді өте сенімдіге жатқызамыз. Одан кейінгі сенімдіге жатқызамыз. Сенімсізге жатқызамыз. Сенімді емес, яғни ол парольді ашып алуы мүмкін, басқа адамдар ашып алуы мүмкін екен. Балалар, яғни жақсы балалар. Енді біз әрі қарай жеке жұмыс. Жаңағы тапсырмаларды орындаған, тақтаға шыққан балалар, жауап берген балалар өздеріңе балдарыңды қойып отырыңдар, бағалап отырыңдар. Қазір сосын Ералы бағалайды. Общий сосын мен өзім бағалаймын. Енді компьютерлеріңді қосыңдар. Мәтінді құжаттар. Мәтінді жазатын құжатымызды ашамыз. Қазір мәтін берем. Осы мәтінді құжатқа жазамыздағы тақтамызды, немізді, файлымызды пароль қоямыз. Бәрін жетті ме балалар? Берді ме? Бар ма? Жазамыз.
Мәтінді құжатты ашамыздағы жазамыз мәтінімізді көшіреміз. Жылдан жылдан көшіре қояйық, көп емес. Сосын осы файлымызға пароль қоямыз. Бүгінгі тақырыбымыз біздің пароль қою. Құжатқа пароль қою. Құжатқа пароль қою. Файлға кіреміз, мағлұмат сведенияға кіреміз, құжатты қорғау дейді, пароль мен шифрлау.
Kendiniz topshirmamni beramiz. Mana ko'rsatasizlar so'zim. Qanday parol qo'yganlaringni parol qo'ygan кезде dұрыстап qo'yamiz bolalar. Жаңа мен айттым ғой. Қалай қою керек? Файлды ашамыз, мағлұмат, құжатты қорғау, сосын терезе ашылады, пароль қойылады. Ал. Файлға кір. Не болды? Қане, кімде? Болды қойса, енді файлға кір дейді. Файлға кіреміз. Мына жерде мен сведения деген тұр. Файлға кірген уақытта сведения ашылады. Мағлұматтармен қайда кіреді? Құжаттың қорғау. Мына жерге қараймыз. Защитить документ дейді. Басамыз. Электронға қарай. Басамыз. Ана пароль жаз дейді. Пароль жаз. Пароль жазу үшін ағылшын тіліне ауысып ал. Сосын жаңағыдай пароль қой. Yok, файл сразу сохраняется. Сведения. Сведения, защитить документ. Единый, сақтанған. Пароль шифрлау. Зашифровать. На жерге. Жаз. Атының басқа әрпін, кәлемнің басқа әрпін қойдағы сандар жазсын бір символ жазсын. Бірақ оны ұмытқаны сразу неге жазып қойды. Файлға кіреміз. Файлға кіреміз. Файлға кіреміз. Сведения деген кір. Мағлұмат. Тура сен де солай кір. Міне. Бас. Аха. Енді мына жерге пароль жазасың. Қандай пароль қолданасың? Оңай пароль қолданасың ба, қиындау қолданасың ба, қандай қолдануға дұрыс дедік жаңа. Бірақ ол парольді ұмытқанын жазып отыр. Қазір аша алмай қаласың.
Защита документа, тақпақ қарастеміз. Защита документа деген басамыз. Одан кейін міне иә. Мен өзім ұмытып қалмайтын пароль ғой, қазір қайтадан естіп алды, ұмытып қалып жүрмін. Қойдыңдар ма? Қайтадан шығып кетесіңдер, жабасыңдар документтеріңді, құжаттарыңды жабасыңдар дағы, соған қайтадан кіресіңдер қазір. Кірген кезде ашылмаса парольменен кіресіңдер. Қоясың ба, не қоясың ба, собачка қоясың ба, қойдың ба? Қанбамен қойшы, қандай не қойдың? Қанбамен қойдың кеп тұр ма? Қанбамен қойдың кезде қанбамен жоғары жақта тұр, мұны жерде. Оны шет пердесін басып қана қолданасың. Қазір саған. Мен сведения деген бар, сведенияға басасың, документ дейсің, документ. Подтвердить десе, қайтадан соны басасың, сол парольні қайтадан жазасың ана жерге. Подтвердить деген соны анықтау деген сөз, растау деген сөз, растау деген. Файлға кіресің, тақтада тұраны. Файл создать емес, файлға кір, сведения деген шығады. Бәріміз орындадық па? Бәріміз орындадық па? Балалар, бәріміз пароль қойдық қой, аға? Бәріміз қойдық. Оққа басасың, аға. Енді терезені жаба бер, қойылды паролін, қойылды. Мен парольді қоймайды. Сақайын басасың. Терезені жаба бер, қайтып кіріп көріңдер. Қайтып кіріп көргенде ашылды ма, парольді жазасаң ашылмайды. Жақсы. Балалар, енді бері қараймыз, бәріміз парольді қойдық, документімізге қойылды. Терезені нелерін тұра берсін, документтерін тұра берсін, енді экранға қараймыз балалар. Компьютермен жұмыс істедік, кішкене бір минуттық серіктік сәтін жасап алайық. Баста бірінші сұрақта болып, Көз алмай қарап отырамыз. Қозғалтпаңыз, тек көзіңіз қозғалсын. Көзге осы жаттығуды жасап, көздің көру қабілетін жақсартуға болады. Ол ғалымдарымызбен дәлелденген. Сондықтан осы терең көз алмаңыз, көзіңізге жаттығу жасаңыз. Осы жаттығуларды жасау арқылы да көздің қайнауы жақсарады. Жарайсыз. Жасай беріңіз. Иә, керемет, тамаша. Жасай беріңіз. Жақсы балалар, көзімізді кішкене демалдырып, жаттығу жасап алдық. Енді біз сабағымызды қорытындылау, бүгінгі тақырыбымызды қорытындылау үшін сұрақ сұраққа жауап береміз балалар. Енді
Қазір мына топтан әрбір бір бала ақылдасып отырғандардан бір баладан жауап бере алыңдар. Мына сұрақтарға. Ақылдасыңдар өздерің. Қай сұраққа жауап бересіңдер? Қай сұраққа жауап береміз? Сұраққа жауап береміз. Құжатты қалай қорғауға болады дейді? Құжатты қалай қорғау? Бірінші сұраққа жауап беремін дейді. Сендер екінші сұраққа дайындалып тұрсыңдар. Әртүрлі парольда қиын болып жасау керек. Бірақ та сен оңай еске сақтап алатындай. Ал басқаларға Пароль қойған кезде өзіміз жаңағы парольді ұмытып қалмас үшін жазып алуымыз керек. Жазып алуымыз керек. әртүрлі сан әріптерді аралас қосу керек. Және де символдарды қосуға болады. Ламин әріптерінің бас әріптерін, кіші әріптерін қолдануға Азандардың әртүрлі әріптерді сандарды жазуға болады. және де символдарды жазуға болады. Жақсы, отыра ғой. Екінші сұраққа келісесіңдер ме балалар? Мына топпенен? Жақсы. Екінші сұраққа мына топ жауап берсін? Компьютердегі мәліметтерді жоғалтып алу қандай қиындықтар туғызуы мүмкін дейді. Қалай тұрады? Компьютердегі мәліметтер жоғалтса, өзіне қиындық туғызады. Өйткені сен оны іздеп жазғансың. Оны жоғалтып алу Қаншама еңбекпенен жазған ақпаратыңды жоғалтып алу қиындықтар туғызуы мүмкін. Ол қиындықтар туғызбау үшін не істеуіміз керек? Пароль қоюымыз керек. Компьютерге пароль қойып үйренуіміз керек. Және файлымызға жазған деректі ақпаратымызға пароль қойып үйренуіміз керек. Жақсы, дәптеріңді ашыңдар балалар. Дәптерінің 126 бетінде дәптерге орындайық деген тапсырма тұр. Дәптерге орындайық деген тапсырма тұр. Бүгінгі тақырыпқа қатысты негізгі ұғымдарды дәптерлерге жазыңдар дейді. Бүгінгі тақырыпта өткен қатысты негізгі ұғымдар кесте сызбай қоясыңдар, атауын жазасыңдар, атауын ғана жазыңдар. Бүгін не өттіңдер? Балалар, не туралы өттік? Пароль деген ұғымды өттік, аға. Сосын не туралы өттік? Жаңа сөз. Жаңа сөз өттіңдер ме бүгін? Қандай? Вирус деген сөз. Бұрын өттік пе вирус деген тақырыпты? Бұрын өткен жоқтар, енді өттіңдер. Вирус деп жазуларына болады. Сосын парольді жазулар болады. Сосын вирус демейді. Антивирус деген жазуға болады. Жазыңдар. Дәптерге орындаймыз. Дәптерге орындаймыз. 126 дедім бетті. 126 бет дедім. 126 бет. 126 бет. Қандай сөз жаздық? Вирус, антивирус деген негізгі ұғымдарды жазып алдық дәптерімізге. Жақсы, балалар, енді үй тапсырмасы, яғни бүгінгі өткен тақырыбымыз компьютердегі деректерді қалай қорғауға болады деген тақырыпты оқып береміз. Және біздің үйде орындайық деген тапсырма тұр. Кітабымыздың 126 бетінде осыны орындап келеміз. Жақсы, балалар. Енді мына жерде сендерге асық тұр. Дорбаның ішінде төлі бізді асық. Бүгінгі сабақтан сендер білім қоржыны
Yani jasıl kısmen to'liq tushundim, sarı kısmen tushungan siyahtı bo'ldim bugungi sababda. Qizil tus ma'gan ko'ylak qajit deb o'zlari ochiqlar qandaysizlarda nima dedi? Assalam do'rvamiz daydir, o'sagan kelib qoladilar. Sababda tez. So'zni o'rtaga o'tirganda tushundim deb jasıl men oldimda qizdan o'tirganda o'tiramiz o'rnimizdan. Bunu men o'zim qarayman. Endi do'mbrani bag'alab berdim qo'y bolalar. O'sha do'mbraga bag'alarini, o'zlarini bag'alarini qo'yinglarda atlarini jasizlar. So'zin to'p bashisiz tasir qarag'imni bag'alab o'tdi. So'zin bugungi sabaqqa jaksi qattiqqanni restoran o'tir. Yer oldi jaksi qattiqqandan jakdan jaksi jo'ri bolg'ayam. Hamza jaksi jo'ri bolg'ayam. Lalemdan aydan aslan mendaklar ajartın ayarın naruis ulan Nurban'ın bağlığından rahmet bağlığın jo'g'ari bal qo'yiladi. Bağlıq nelerni kadar do'mbralarni jaslardan ma'qul o'tkazib yana so'roqqa javob berganda so'roqqa javob berishga bir baldan qo'yibsiz o'zingizning. Qancha bal qo'yasiz onu qo'yibsiz. İyi tapsırmasın.